Алматы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтық колледжінің тарих, әлеуметтік және экономикалық пәндер циклдық комиссиясының саясаттану пәнінің оқытушысы Әлихан Әділқасым Карлұлы. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз саясаттану негіздер пәнінен бастауыш білім беру мамандығына арналады. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз әлеуметтану ғылым ретінде. Сабақтың жоспары: әлеуметтану ұғымы, әлеуметтанудың атқаратын қызметі, әлеуметтанудың негізгі категориялары, әлеуметтік заңдар. Әлеуметтану латын тілінен аударғанда социус қоғам, логос ғылым, және бұл қоғам туралы ғылым. Әлеуметтану қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы ғылым саласы. Әлеуметтану қоғамды біртұтас әлеуметтік жүйе ретінде және бұл жүйенің қызмет етуі мен дамуын, оны құраушы элементтері арқылы қарастырады, және бұларға тұлға, әлеуметтік қауымдастық, институттар тағы басқалары кіреді. Әлеуметтану туралы ғылым негізін салушылардың бірі Огюст Конт, француз философы. Осы әлеуметтанудың негізін қалаушылардың бірі болып есептеледі. Огюст Конттың пікірлерінің идеясын одан әрі дамытқан ағылшын әлеуметтанушысы Герберт Спенсер болған болатын. Әлеуметтану объектісі әлемдік қауымдастықтар, дәстүрлі қоғам, әлеуметтік топтар, отбасы, әлеуметтік институттар және жеке тұлға болып саналады. Әлеуметтану пәні позитивстік, жалпылаушы, объективті, субъективті болып төртке бөлінеді. Позитивстік қоғамдық даму заңдары, жалпылаушы әлеуметтік байланыстар, субъективті әлеуметтік әрекет, объективті әлеуметтік фактілер. Әлеуметтанудың пәні қоғамда болып жатқан қоғамдық процестерге, әлеуметтік қарым-қатынастарға және қоғамдық өзгерістерге көңіл бөледі. Әлеуметтік білім элементтері: қоғамдық өмірдің жеке салаларының қызмет етуі мен дамуы туралы пікірлер, елдің әлеуметтік құрамы және қоғамның әлеуметтік құрылымы туралы білімдер, саяси әлеуметтануға қатысты ғылыми пікірлер, қағидалар, қоғамда әрекет етуші әлеуметтік институттардың жұмысы туралы ғылыми тұжырымдамалар жатады. Әлеуметтанудың құрылымы үшке бөлінеді. Бұл мазмұндық, мақсаттық, масштабтық. Мазмұндық сипаты үшке бөлінеді. Эмпирикалық деңгей: арнайы әдістерді пайдалана отырып, әлеуметтік өмірдегі шынайы фактілерді жинау мен талдауға арналған әлеуметтік зерттеулер жиынтығы. Екінші, теориялық деңгей: тұтас әлеуметтік жүйе мен оның элементтерінің даму үрдісін түсіндіруші көзқарастар, пікірлер, гипотезалар, пайымдаулары жиынтығы. Методологиялық деңгей: әлеуметтік білімнің қалыптасуы, жинақталуы мен қолданылуы негізіндегі қағидалар жүйесі. Екінші, мақсаттық. Іргелі әлеуметтану: әлеуметтік шынайылықтың қалыптасуы жөніндегі білімнің әлеуметтік даму үрдісін түсіну, сипаттау, түсіндіруге қатысты ғылыми мәселелер шешеді. Қолданбалы әлеуметтану: шынайы тиімді әлеуметтік нәтижелерге жетуге бағытталған теориялық модельдер, әдістер, зерттеу тәсілдері, әлеуметтік технологиялар, бағдарламалар мен ұсыныстар жиынтығы. Масштабты: макроәлеуметтану және микроәлеуметтану болып саналады. Макроәлеуметтануға этностар, мемлекеттер, әлеуметтік институттар және топтар кіреді. Микроәлеуметтануға тұлғалардың қатынастар, топтардағы байланыстар үрдісі, күнделікті шынайылық саласы және бұл күнделікті өмірдегі қатынастар жатады. Қоғам салаларына байланысты экономикалық, саяси және мәдени болып үшке бөлінеді. Зерттеу саласына байланысты білімдік, медициналық, ғылыми, спорттық, гендерлік, жастық және құқықтық болып бөлінеді. Әлеуметтанудың атқаратын қызметтері: танымдық, болжамдық, идеологиялық, басқару және практикалық. Әлеуметтанудың негізгі категориялы жалпы ғылыми және арнайы болып екіге бөлінеді. Әлеуметтік заңдар: әлеуметтік саладағы түрлі элементтер арасында қажетті маңызды байланыстар болып есептеледі. Әлеуметтік заңдар төртке бөлінеді: жалпы заңдар, арнайы заңдар, динамикалық заңдар,
Статикалық заңдар. Жалпы заңдар барлық қоғамда жүйелерде қолданылады. Арнайы заңдар бір немесе бірнеше қоғамдық жүйелерде қолданылады. Динамикалық заңдар әлеуметтік өзгерістердің бағытын, себебін, түрлерін жүйелі байланыстырады және белгілейді. Статикалық заңдар әлеуметтік ортадағы құбылыстар мен процестерге арасындағы дәл тұжырымды емес, белгілі бір дәрежедегі ғана мүмкін болатындығын көрсетеді. Әлеуметтік қатынас бір-бірімен мағынасы жағынан сәйкес келетін тұрақты үлгілермен қайталанатын әлеуметтік іс-әрекеттер. Әлеуметтік институт қоғамның маңызды салаларындағы адамдардың іс-әрекетін реттейтін және бақылайтын әлеуметтік нормалар, рөлдер және байланыстардың ұйымдастырылған әлеуметтік жүйесі болып табылады. Әлеуметтанудың негізгі қызметтері: танымдық қызметі, практикалық қызмет, идеологиялық. Бұл жайлы айтып кеткен болатынбыз. Танымдық қызметі әлеуметтік құбылыстарды зерттеу, әлеуметтік құбылыстардың мәні мен мазмұнын ғылыми тұжырымдау, басқа құбылыстардың байланысын зерттеу, әлеуметтік құбылыстардың заңдылықтарын, сипатын қарастыру, әлеуметтік процестердің негізінде қоғамның өмірінің дамуының тұрғысында ғылыми болжамдар жасау. Практикалық қызмет әлеуметтік құбылыстарды теориялық және эмпирикалық талдау негізінде практикалық ұсыныстар енгізіледі. Бұл ұсыныстар әлеуметтік басқару механизмдерінің тиімді түрде жұмыс жасауына көмек береді. Басқару құрылымының қызметін әлеуметтану қамтамасыз етеді. Экономикалық ұлттық қатынастарды саяси жүйесінің дамуына, басқару құрылымдарына әсер етеді. Идеологиялық қызметі әлеуметтану белгілі бір дәрежеде әлеуметтік топтардың, таптардың, саяси партиялардың қызығушылығын білдіреді. Әлеуметтанушының ғылыми нәтижелері оның қоғамда алатын әлеуметтік статусына тәуелді болып есептеледі. Әлеуметтік орта бір-бірімен коммуникациялық жүйе арқылы біріккен адамдар жиынтығы. Әлеуметтік қауымның түрлері: әлеуметтік қауым, әлеуметтік топ және әлеуметтік ұйым болып үшке бөлінеді. Әлеуметтік қауым ортада өмір сүру ортасымен біріккен және сырттан келер күшке бір бүтін ретінде жауап беретін адамдар жиынтығын атаймыз. Әлеуметтік топ ортақ мақсаттары мен қызметтердің негізінде біріккен адамдар қауымы. Әлеуметтік ұйым ішкі статустар иерархиясының басқару жүйесі бар. Нақты еңбек бөлінісі көрінген әлеуметтік бақылау жүйесі бар әлеуметтік топ. Және әлеуметтанудың даму бағыттары: материалистік, позитивизм, антипозитивизм, психологиялық, биологиялық, антропологиялық, эволюциялық, инстинктивизм, бихевиоризм, көпшіліктік, географиялық болып, ғалымдар өзара өзіндік алға қойған мақсаттар арқылы осы бағытта жұмыс істеген болатын. Енді қорыта келе, екі ғылымның өзара әрекеті саясаттану мен әлеуметтану ғылымның жаңа ғылым саласын саяси әлеуметтануды белгіледі. Саясаттану мен әлеуметтанудың байланысы белгіленген болатын. Біріншіден, қоғамның жалпы әлеуметтік жүйе ретінде ерекшелігін ескеріп, саяси өмір заңдылықтарын айқындауға болады. Екіншіден, қоғамға саяси құрылым мен әртүрлі саяси құрылыстардың ықпалын үнемі ескеру қажет. Әлеуметтану философиямен тығыз байланысты. Олардың негізінде адамзаттың әлеуметтік ойының алғашқы тұтастық байланыс жатады. Философияның принциптері, категориялары мен заңдары, қоғам, қоғамдық қатынастар, әлеуметтік байланыстар, әлеуметтік әрекеттер әлеуметтану түсінің негізіне жатқан болатын. Сол арқылы әлеуметтанудың негізі қаланып, осы саясаттану пәнімен бірлескен болатын. Енді кезекте үй тапсырмасы осы Спенсердің негізгі идеялары мен олардың мәні, азаматтық қоғам, негізгі компоненттері туралы кестені толтыру қажет. Әлеуметтанудың басқа ғылымдармен өзара байланыстарын қарастырып, осыларды жіктеп жекеге бөліп жазу қажет. Негізгі әдебиеттер сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма осы.